Қазақстанда жыл соңына дейін 28 мың қазақстандықтың микрокредиті кешірілуі мүмкін. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Әбдірахмановтың мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында айтылды. Агенттік жыл басында кепілсіз онлайн микрокредит беру сегментіндегі 30 микроқаржы ұйымынан азаматтардың проблемалық микрокредиттерін төмендету жөніндегі жеке жоспарларын талап етті. Ұсынылған жеке жоспарлар аясында 2022 жылдың соңына дейін микроқаржы ұйымдары 33,1 миллиард теңге сомасына 432 мың қарыз алушының проблемалық берешегін қайта құрылымдауды, 0,8 миллиард теңге сомасына 107 мың қарыз алушыны ішінара кешіру және 0,6 миллиард теңге сомасына 28 мың қарыз алушыны толық кешіру жоспарланған делінген агенттік төрағасы орынбасары жауабында. Нұрлан Әбдірахмановтың дерегінше, 2022 жылдың 1 қазанына микроқаржы ұйымдары 285,5 мың қарыз алушыға қатысты проблемалық берешекті төмендеткен. Оның ішінде негізгі борыш пен сыйақы бойынша 66,4 мың қарыз алушының 585 миллион теңге берешегі, 756 миллион теңге тұрақсыздық айыбы толық және ішінара кешірілді. 4,8 миллиард теңге мөлшерінде тұрақсыздық айыбы есептен шығарылып отырып, 15,3 миллиард теңге сомаға 219,9 мың борышкердің микрокредиті қайта құрылымдалды. Агенттіктің жеке жоспарларын орындалуын бақылауды жалғастырады, деді агенттік өкілі.